сызғымның бірінші бөлігін үйренетін боламыз. Бірінші бөлігінде қағаз алма кезек төбеге ашық алма кезек болады. Ашық болады. Соңғы екі қағазда бас бармақпен жауып қаламыз. Сосын дәл солай тек дәл қасындағы пернеге, жетінші пернеге. Сосын дәл солай 10-шы пернеге. Сосын қайтып 8-ші пернеге. Сосын қайтып 7-ші пернеге. Сосын қайтып 8-ші пернеге. Сосын қайтадан 7-ші пернеге. Сосын 5-ті бір астыға 2 төбеге. Бәрін қосып көрейік. Бұл жолы енді қағаз 2 төмен 2 жоғары. Бесінші пернені бас бармақпен жабамыз, астын 7-ші пернемен жабамыз. Бірлет 5-ті. Деп 3-ші пернеге ауысып кетеміз. Қайтадан қайталаймыз. Сосын 5-ші пернеге келеміз. 5-ші перне міне. 5-ші пернеге. Күтінші. Алма кезек. Сосын қайтадан 5 пен 7-ге келеміз. Міне осылай. Алма кезек. Төбеге. Яғни бұлай. Алма кезек істедік қой. Сосын төбеге. Сосын 5-ші пернені төбеге. Сосын 3-ші пернені. 3-ші пернені астыға төбеге. Бұлай шығады. Сосын 2-ші пернеге барамыз. Дәл 2 астыға 2 төбеге. Сосын 2 астыға төбе істедік қой. Сосын астыға төбеге. Сосын бәрін қосып көрейік. Келдік қой енді. Сосын қарауытымызды астыға қағыз.
екі саусақ көріп тұрсыздар ма? Осы саусақ екеуін бірдей істейсіз. Екі, үш, сосын бірден екі саусақ. 5, 7, үшті астыға, төбеге. Сосын қайтадан бағанан қайталаған сияқты. Сосын до, си, ля, бір қалғансыз өйстіп ұстайсыз міне. Мынау, сосын мынау. 7-ші перне мен 5-ші перне. Астыға, сосын мынау. Астыға, төбеге, сосын 5-ші пернені осы бірінші бөлім. Ерке сылқым өзі 5 бөліктен құралады. Егер түсінбесеңіз кешіріңіздер. Енді менде мынандай ноталар, точкалар жоқ менде. Сол үшін сандарын айтып отырмын. Қатты түсінбей қалсаңыздар кешіріңіздер енді. Түсінсеңіздер жақсы комментарий жазып кетіңіздер.